Мен Қангерей Қанат Бекжанұлы, Мамеда 28-ші орта мектебінің тарих пәні мұғалімі. Мен балалық шақта өмірімді өнер жолымен елестеттім. Арманымды жүзеге асыру үшін оқушы студенттік кездерімде түрлі ән байқауларында, жайдарман сайыстарында бағымды сынадым. Бұл жолдағы ең үлкен жетістігім Екезу сатира театрының жанынан құрылған Маэстро сатира театрының әртісі болды. Алайда отбасымның ұстаздық дара жолдың қиын да қызыққа толы сәттерін көріп өскендіктен жүрек түкпірінде бұл мамандыққа деген қызығушылығым артып, анам мен әпкемнің жолын қуып ұстаздық қызметке де келдім. Бүгінде мен өз еңбек жолымды осы мектептен бастадым. Ұстаздық жолында кәсіби даму мақсатым оқушыларды тарих пәні бойынша ғылыми ізденістерге баулу, функционалдық сауаттылықтарын арттыру, сондай-ақ тарихтың ұлттық байлық екенін түсіндіру, оқушыларға өткен күн мен болашақтың сабақтастығын ұғындырып, отансүйгіштік қызметтерге баулу, оқушылардың айтылым және жазылым дағдыларын дамытып, деректермен жұмыс істеуді үйрету болып табылады. Ұстаздық жолымның алғашқы жылында өз пәнімді сүйіп, оқушыларыма бауыр басып, еңбек етіп келемін. Соның нәтижесінде біраз табыстарға жетіп жүрмін. Жасампаздық пен даму жылдары атты Қазақстан Республикасының 30 жылдық мерейтойының шығармашылық байқауында үздік технологиялық сабақ номинациясын иелендім. Мектебінде өткен жаңа буын мұғалімі атты мектепшілік сайыста жүлделі орынды да иелендім. Ал оқушыларым болса, 5-6 сынып оқушылары арасындағы республикалық олимпиаданың екінші кезеңінде екінші орын иеленді. Республикалық тарихата қашықтық олимпиадасының жүлделі орын иегері атанды. Ұстаз болу асқан ақылдылық пен дара данышпандылықты талап етпейді. Мұғалім болу үлкен жүректің иесі болуды қалайды. Ұстаздық жолында мен өзіме жауапкершілігі жоғары, үнемі ізденістегі, балаға деген мейірім мен сүйіспеншілігі толы тұлғалық қасиеттерді ала алдым. Өзімнің өмірлік жолында мұғалімдік қызметтен тапқаныма өкінбеймін. Керемет мектеп, керемет ұжым, зерек оқушылар, ұстаз ішінде ең керегі осылар емес пе? Алда көптеген белестерді бағындырып, елін сүйетін, білімді шәкірттерді тәрбиелеп, талай асуларды аламын деген ойдамын. Менің мамандығым, менің мақтанышым.